Бұрын баспанасы жоқ әскери қызметкерлер тұрғын үй төлемдерін алып, оны тек үй жалдауға ғана жұмсай алатын еді. Бірақ мұндай әдіс әскерилерге үй мәселесін шешуге көмектеспейтін. 2018 жылдың басында әскери қызметкерлердің тұрғын үй төлемдерін пайдалану механизмі өзгерді. Енді оны тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі шотқа жинауға, жеңілдетілген қарыздарды өтеуге, басқа да банктердегі ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыруға, тіпті үлестік құрылысқа қатысу үшін де қолдануға болады. Қарулы күштердің қызметкері отбасы мүшелерінің әрқайсысына 23 мың теңге көлемінде ай сайынғы төлем алады. Дәл осы қаражат арнайы шотқа келіп түседі. Военнослужащие сами подбирают себе жилье в рамках своего лимита. Әскери қызметшілер өздеріне шақ келетін пәтер таңдайды. Талап алатын үйі жаңа болу тиіс. 20% көлеміндегі бастапқы жарнасы болса, несиенің жылдық мөлшерлемесі 6%-ға төмендейді. Бұл жағдайда жаңа үйден алу талап етіледі. Ал баспананы қолданыстағы үйлерден таңдап аламын десе, 20% бастапқы жарна жинау тиіс. Оның жылдық мөлшерлемесі 8% болады. Алмаз Данияровтың ұлттық ұлан қатарында қызмет етіп жүргеніне 8 жыл болған. Осы уақытқа дейін отбасымен бірге пәтер жалдап тұрған. Бүгін ол көптен күткен шаршы метрлерге жаңа бағдарлама арқылы қол жеткізіп отыр. Енді Данияровтар отбасы жаңа 3 бөлмелі пәтерге көшіп, қоныс тойын тойлайды. Осы ең басты алғыс білдіретін осы біздің Қазақстан Республикасының президентіне, және осы ұлттық ұланның бас қолбасшы сол кісілерге өзімнің енді айтам, рахметімді айтам. Осы тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің арқылы осындай программа басталғалы, әскери баспана бойынша сондай неге пәтерге ие болып жатырмыз сондай. Заң жүзеге асқаннан бері облыс бойынша 110 әскери қызметшінің өтініштері мақұлданған. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің өкілдері келесі жылы талай әскерилер баспаналы болатынын айтады. Әйгерім Дүйсекена, Бақыт Темірғалиев, Первый Северный.